Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Мына фитна заманында, жанжал көбейген заманда сені Құран алып шықпайды. Құран жаттасам, Алланың мейіріміне бөленем деген ойда шығарсыз. Жоқ, қателесесіз. Себебі Құранның кілті бар. Ол кілтті алмастан Құранды ала аласыз, Алла береді сізге. Бірақ ертең қарсы жау болады сізге. Дауысы ғана керемет, жаттағаны бар. Ел оны құрметтеп төрге шығарады. Бірақ сол Құран жаттаған бауырымыздың бойында Құранның есі жоқ. Пайғамбарымыздың есі жоқ. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Қаншама адамдар бар, ұстазым Алла разы болсын айтады, көрдім дейді көзіммен, кәпір болып кетті дейді, Құран жаттаған. Мен өзімнің тәжірибемде көрдім, Құран жаттаған күнә істеп жүр. Анауына күнә емес. Кейбір ғалымдар оны кәбираға кіргізген. Кәбира дегеніміз не? Үлкенге кіргізген. Мысалға айтатын болсақ, арақ ішу. Мысалға айтатын болсақ, зина жасау. Осылардың біреуін бағанағы бауырымыз жасап жүрді. Бірақ Құран жаттаған. Өтірік айту бізде кәбираға жатады. Соны айтып жүрді. Құран жаттаған. Құраннан басқа ілімді меңгеріп, аман қалам дейсіз ба? Аман қалмайсыз. Бұған амал ету керек. Бірақ нәрсе алып қалады дейді. Білесіз ба? Махаббат. Шынайы махаббат. Сізді алып қалады. Ұстазым айтады, мен қарапайым адамдарды көрдім дейді. Ол Құран жаттаған емес. Әзһарға кіріп, тақия киген ғалым да емес дейді. Мен сияқты ілім алмаған да дейді. Қарапайым саудагер, қарапайым тіршілікпен жүрген біреу. Бірақ байқағаным жүрегінде пайғамбарымызға деген махаббат бар дейді. Сондай адамдардың адасқан көрмедім дейді. Салафит болып кеткен көрмедім дейді. Тағы басқа болып кеткен көрмедім дейді. Бірақ бағынағылардың басқа болып адасқандарын көрдім дейді. Неге? Себебі сені шынайы фитнадан алып шығатын ол ілім де емес, амал да емес. Ол не? Махаббат алып шығады. Махаббат алып шығады бізді. Ал махаббаттың бастамасы ол кім? Аллаға махаббат қоя алмаймыз. Ол мүмкін емес, мүмкін емес. Жаратылмағанға жаратылған махаббат қоя алмайды. Жаратылған тек жаратылғанға махаббат қояды. Сол үшін Алла тағала біздің әлсіздігімізді білет, мейірімділігі, жаратылғанға махаббат қойыңдар деп кемел сипаттағы кімді жіберді? Пайғамбарымызды жіберді. Мынаған қараңдар да осыны сүйіңдер деді. Сүйгілерің келсе осыны сүйіңдер деді. Әл-Имран сүресінің 33-ші аятында не дейді? Аллах субханала тағала пайғамбарымызға айтады, бірақ бізге нұсқап жатыр. Астаиду биллахи қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллаху ва яғфир лакум зунубакум. Я Мұхаммад, сүйіктім оларға айт, бізге айтып отыр. Егер олар Алланы сүйем деген болса, саған ерсін, сені сүйсін. Сонда Алла айтып отыр, мен оларды сүйем. Жаратылған тек жаратылған сипаттай алады. Қиял әлеміне кіргіз алады. Жаратылған тек жаратылғанда. Ал Алла жаратылмаған, оны біз суреттей алмаймыз. Алланың мейірімі кемел сипаттағы пайғамбарымызды берді. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.